Sələməsiniz dostlar. Ең бірінші балалар, сабағымызды бастамас бұрын бізге бүгін ашық сабағымызда біздің мұғалімдерімізден бөлек ойын физик қонаққа келіп отыр. Экранға назар аударыңыздар. Сәлеметсіздер ме балалар? Неге орнымыздан тұрып амандаспаймыз? Орнымыздан тұрып амандаспаймыз. Açıkta sabahta tanışıp oturan muhalifler neге тұрып амандаспаймыз? Әдей менен temsil etmiş. Men İshak Newton'un 1643 жылы Англияда дүниеге келгенмін. Әзір ойып отырыңыздар. Оқушылар қуаныш ағайларыңызға айғайланбай, сабаққа белсенді қатысып отырыңдар. Сендерге сәттілік тілеймін. Көрдіңіздер ме балалар? Бұл кісі кім? İshak Newton ғалымы, иә? Жақсы. Біздің сабағымызға ол кісі сәттілік тілеп жатыр балалар. Енді сабағымызға бастамасынан балалар. Топқа бөлініп алып, тез шығыңыздар да, мына самолеттарды шығыңыздар. Келіңіздер. Ол бойынша сізге топтарыңыздар. Тез шығыңыздар, барып. Жер тобына барып отырасыз. Жер тобына барып отырасыз. Ай тобына барып. Күн тобы бізде ортада, жер тобы оң жақта, бізде бұл жақта ай тобы. Тез-тез отырады, бізде барып. Жақсы болады. Үйге қандай тапсырма беріледі? Жақсы, бізде екі есебеге берілген болды. Онда бір-бірімізге дәптерлерімізді алмасайық. Дәптерлерімізді алмасаңыздар кез. Иә, алмасаңыздар кез келгенде бізге. Экранда болады. Экранда үйге берілген есептің берілгені шығарылған. Кез тексеріп отырыңыздар. Қасынан плюс дұрыс болса галочка қойасыздар, минус болса қателегенсіз. Бірінші есеп көрдіңіздер ме? Есептің шарты бойынша 60 метр күш, оған 1,8 метр секунд квадрат үдеу, осы денеге 2 метр секунд квадрат үдеумен қандай күш әсер ететінін табуымыз керек. Дұрыс па екен? Жақсы. Келесі есеп сізде екінші есепті қарап алыңыздар. Көлемі 0,102 метр куб денеге 20 метр күш әсер етіп, 0,5 метр секунд квадрат үдеу береді. Дененің тығыздығы қандай? Не табу керек? Тығыздық табу керек. Тығыздық қандай беріледі? Тексердіңіздер ме? Жақсы, мен сіздерге сендім бала, иә? Енді осы әр кезең бойынша сіздерді топтық бағалау болады, иә? Мына жерге топтарыңызды атын жазасыздар, аты жөндеріңіз әркім өзін-өзі бағалайды. Бір ғана бала емес, сіздерге де сол бала. Мына жерге топтың атын жазып қойыңыздар, оқушылардың аты ғана келеді. И әр оқушы өзін бағалайды. Сабақтың соңында осы атын бересіздер. Жақсы. Так, бала, енді біз келесі
Жақсы, енді молодец. Келесіз де сіздерге өтіп, үй тапсырмасын қараймыз. Так, енді машина. Жақсы, бастаймыз. Ал жақсы, молодец. Енді кезек-кезекте топ, мына жақ топқа қойылатын сұрақ. Жақсы, бізде жер тобында сұрақ. Үдеудің өлшемділігі неге тең? Үдеудің өлшемділігі қандай? Бар ма жауап? Өлшемділігі. Жауап бар ма? Үдеудің. Үдеу қандай әріппен белгіленеді? Өлшемділігі? Өте жақсы. Келесі күн тобына. Ньютонның екінші заңы және формуласы қандай? Күн тобы. Тұрып жауап береміз. Ерте, ема. Жақсы. Ол қалай тұжырымдалады? Күш сіздерге тура қашықтығы масаға Сәл қателік бар, қол тұратында F-тен емадан анық аламыз, сол бойынша біз ереже бар. Ньютон екінші заңынан үдеу тапса қалай болады? Ол енді осы бойынша сіз ережені айтасыз. Денеде туындайтын үдеу. Ал жақсы. Жақсы отырады. Тура кері деген қалай сөйлейміз? Тура кері деген. Егер күштің мәні артса, үдеудің мәні не істейді? Тура деп тұрсыздар. Артады, ал масса кемсе, үдеу? Келмейді. Екеуі бірінде дамытасы. Келесі. Бізде келесі топ. Скаляр шама дегенімізде. Жауаптар ма? Физикалық шамалар екі түрге бөлінеді. Қандай? Мансұр. Алып тастаймыз. Дұрыс айтады. Скаляр шама дегеніміз тек сан мәні ғана бар шаманы скаляр шама. Вектор шама дегенімізде қосымша сұрақ. Иә. Атап отырсақ. Өте жақсы. Мына жақ топ белсенді бала. Әр топ сұраққа белсенді қатысып отырмыз. Үдеу дегенімізде және формасы қандай? Біз жаңа өлшемділігін айтқанбыз. Топ тез, қандай беріңіздер? Тез. Үдеу қандай әріппен белгіленеді? Иә, формасы? Өзі негізгі формасы айтыңыздар маған. Ньютон заңында. Ал жақсы. Айтыңыздар, дұрыс айтып отырсыздар? Иә. Жақсы, келісеміз. Мақсат дұрыс па? Дұрыс па жауаптары? Жақсы, сіздердің сұрақтарыңыз. Ньютонның үшінші заңы қандай? Қалай тұжырымдалады? Сіздерге айта ғой? Кезекте ішіне қой. Бес па? Кері қозғалыс қандай нәрсе? Бұл Ньютон екінші формуласы қандай? Иә? F1 тең минус F2. Яғни әр күшке тура сондай қарама-қарсы күш әсер етеді. Бұлар қай жағдайда тең, қай жағдайда қарама-қарсы? Біз бағыттары бойынша, модульдер бойынша қандай? Бағыттары жағынан қарама-қарсы, модульдер жағынан бірінде. Жақсы. Келесі, соңғы сұрақ. Бізде бір сұрақ қалды сіздерге. Ньютонның бірінші заңы қалай тұжырымдалады? Ахмет, Мансұр, бірінші сұрақ. Денеге ешқандай сыртқы күш әсер етпейді. Денеге ешқандай сыртқы күш әсер етпесе, не істейді? Өзінің тыныштық беріп сақтайды. Немесе? Немесе бір қалыпты және түзілістің қозғалысын жалғастырады. Дұрыс айтасыздар. Немесе бір қалыпты түзілістің қозғалысын жалғастырады. Өте жақсы. Жақсы. Олар енді келесі кезекте бізде мынандай суреттерге бұл мына сурет бойынша айтамыз.
Bunda surette ne belirlenecek? Үлкен алашалар, иә? Қандай алашалар? Жер, күн, ай. Енді сіздерге сұрақ болады. Неге жер күнге құлап кетпейді? Немесе ай неге жерге құлап кетпейді? Гравитация мәселен тағы қай жағдайда құлап кетуі мүмкін, немесе қай жағдайда одан алшақтап кетуі мүмкін? Гравитациялық күшті мәселен дұрыс айтасыздар, ол құламайды, иә? Немесе олар қай планетаны айналып қозғалады? Ай жерді айналып қозғалады, ал жер күн жерді айналып ма, ай жерді айналып ма? Жоқ, біз айды болдық, айды айтады, жерді айналып қозғалады деді. Жер мен күн бойынша қайсысын айналады? Жер күнді айналады. Өте жақсы. Жер күнді айналады. Сонда бұл бір-біріне құлап кетпеу себебі жаңа сіздер дұрыс айтып отырсыздар, гравитациялық күшті мәселен, немесе жаңағы планеталар бір планетаны келесі планета айналып қозғалған кезде олардың көлденең қозғалыс жылдамдығы болады. Айналған кезде дене қозғалысқа ереді ғой. Жылдамдығы болады. Яғни оның қозғалыс жылдамдығы және тартылыс күші тепе-тең күйде орналасқан кезде олар бір-біріне құлап кетпейді, немесе бір-бірінен алшақтап кетпейді. Егер жаңағы айналу жылдамдығы көп болып кетсе, онда ол алшақтап кетуі мүмкін. Анау шексіздікке кетіп қалуы мүмкін, немесе оның жылдамдығы азайып кетсе, ол не істейді? Құлап кетуі мүмкін. Жақсы. Сонымен балалар, дәптерлеріңізді ашыңыздар. Біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз бүкіл әлемдік ашылыс заңы. Тез жазарыңыздар. Кітаптарыңызда нешінші параграф біздер? 19. Жақсы, жазарыңыздар. Тез дәптерлеріңізді жазарыңыздар. Бүкіл әлемдік ашылыс заңы. Жаздық па? Енді олай болса алар. Қазір біз жазып болсақ, экранның азаматы. Мен Исаак Ньютон ағылшын физигі, математигі, астрономы боламын. Мен бүкіл әлемдік тартылыс заңы туралы мәлімет белгілі тұрмын. Бүкіл әлемдік тартылыс заңында ашылу магнитуды болғанын баяндап берейін. Бақшада демалып отырғанымда алма ағашынан алмалардың жерге құлауын бақыладым және оның не себепті құлайтыны қызық болды. Зерттей келе жердің гравитациялық екенін түсіндім. 1665 жылы 20 жасымда айда орбитада ұстап тұратын жерге алманың құлауына септігін тигізетін күш табиғаттың ақсас екендігін түсіндім. Болжамы бойынша барлық денелер арасында массалар теңдігін жалғастыратын түзу ойын мен тартылыс күші, яғни гравитациялық күштер әсер етеді. Сонымен 1678 жылы механиканың негізгі заңдары болып табылатын бүкіл әлемдік тартылыс аяқталды. Бұл заңның тұжырымдамасы екі дене бір-біріне массалардың көбейтіндісіне тура пропорционал, ал ара қашықтықтарының квадратына кері пропорционал күшпен тартылады. Мұндағы м және b өзара әрекеттесуші дененің массасы, r денелердің ара қашықтығы, ал g гравитация тұрақтысы. Түсінеді ғой, Исаак Ньютон деген ағылшын физигі ұлы ғалым 1665 жылы, яғни бар болған 23 жасында жаңағы тұжырымды жасаған. Яғни айдан ұстап тұратын күш жердегі алманың құлау күшіне ұқсас екендігін ойлап тауып, 1667 жылы бүкіл әлемдік тартылыс заңын ашқан ғалым. Түсінді ма? Енді бізде тартылыс күшінің формуласы қандай деді жаңа? Кім келсін? F тең G жақсы. Бұнда F дегеніміз жаңа біздің бүгінгі тақырыбымыздағы тартылыс күші. G дегеніміз не деді? Артына не деді? Гравитация тұрақтымен қаншаға тең? Жақсы, өлшемдері қандай? Жарайды, оны айтпаңыз да, қалсын. Мына формадан маған жек тауып беріңіздерші қалай? Осы формадан жек тауып. F көбейтілген квадрат бөлінген m1 көбейтілген 2. Келесіздер ма? Келесіздер. Жазайық. F көбейтілген біз үлкендермен жаза берейік. R квадрат бөлінген m1 көбейтілген m2. Енді қараңыздаршы балалар. Күштің өлшемдері Ньютон жазып қояйық. Көбейтілген. R дегеніміз не нәрсе? Екі дененің
Ара қашықтықтың өлшемділігі метрға метр көбейтсек метр квадрат. Массаның өлшемділігі килограммға килограмм көбейтсек жаздыңыз килограмм квадрат. Міне көрдіңіздер ме? Гравитациялық қуаттың өлшемділігі ньютон бөлінген метр квадрат бөлінген килограмм квадрат екен. Сонда болар кез келген дене бір-біріне тартылыс күштің әсерінен тартылады. Ол мейлі кішкентай дене болсын, немесе үлкен алып планеталар болсын. Олар бір-бірін тартады. Бізге мысалы балар борды қараңыздар, мен қазір қолымнан жіберсем бұл қайда кетеді? Космосқа кете ме? Жерге қойды. Сіздер логикаға салып тұрсыздар, жерге қойды. Неге қойды? Ненің әсерінен? Ауырлық күшінің әсерінен, немесе гравитацияның әсерінен. Ауырлық күшінің формуласын айтып беріңіздерші. mg қаттырақ жауап беріп отырмыз ғой, mg. Енді қараңыздаршы, бізде мынау күші, мұнда ауырлық күші. Екеуін теңестіріп көрейікші. Формуланы теңестіріп жазып отырмыздар. F тартылыс тең F ауырлық. Яғни бізде күштер теңесе, қасындағы формуланың екінші жақтарда теңесе. Жазайық бұларға. G, M1, M2. Мен балам жазуын екі жазып отырмыз. Түсініксіз болуы мүмкін, оған мән бермейміз. mg. Енді қараңыздар балам. Теңестірдік па? Теңестірдік, енді балам, мына жерде қараңыздаршы. Біз басын айттық формуланы. M1, M2 деп айттық. Бірақ біз кей жағдайда біз тартылыс күшінің формуласын былай жазамыз. G үлкен, кішкентай R квадрат. Қараңыздар, мысалы, айдың үстінде бор тұр деп елестетейік. Бірақ ол айдың ойлап формуласы нәрсе. Сол кездегі кішкентай m деген кішкентай дененің массасы, m деген айдың массасы. Енді біз мына жерге өзгертейік оны. Бірақ екеуінде қатты өзгеріс жоқ. Үлкен m, кішкентай m. Енді мына жерден барады, жігіт тауып беріңіздерші. Мына жерден. Үлкен жерден емес, кішкентай жерден. Қалай тауып беріңіздер? Қаттырақ айтшы. Так. G үлкен m, кішкентай m бар, бөлінген m квадрат. Қысқаратын не бар ма? Қай m бар? Кішкентай m бар, бірден оқып қысқандырақ, онда біз мына жерге формула жаза салайық. Деген формуласы қандай? Жазбаңыз. Ол бізде еркін сөйлеуінің мәні. Формула түренімізді білсек, есеп жазып шығарымыз деп ойлаймын. Жазып па? Енді ол еркін сөйлеуінің мәні қашан дейік? Жазып, сіздер уақыттарды білесіздер. 7-9-8 өлшемділігі? Метр секунд квадрат немесе 7 сынып бойынша? Міне, мына жерден айтасыздар. Мына жерден жеткізіп қалай ма? F бөлінген M. F-тің өлшемділігі? Масады от жарысы. Ньютон бөлінген килограмм. Ал біздің биылғы оқу бағдарламасы бойынша бұл не нәрсе? Ньютон бөлінген килограмм. Метр секунд квадрат немесе ньютон бөлінген килограмм. Енді жер, бұл бала жердегі мән. Бізде неше планета бар? 8 планетада жердің мәні бірдей ма? Әр планетада әр түрлі жас. Бұған өлшеме берсем бола ма? Жақсы, жазып алыңыз және. Енді болар, біз жердегі еркін сөйлеуінің мәні 9,8-ге тең дедік. Оны біз қайдан алдық ол мәні? Кітапта ақпарат береді, бірақ біз оны бүгін өзіміз алып көрейік. Тек осы формаға саламыз. Гравитациялық қуаттың мәні қанша екен? Айтып отырыңыздар балалар, тез айтыңыздар, мен ұмытып қаламын. Көбейтілген жердің массасы, жаз қойыңыздар. Бізде жаңағы оқулықта бар. Жердің массасы 6 көбейтілген 10-24 дәрежесі килограммға тең. Енді осыны жазамыз. Көбейтілген 6 көбейтілген 10-24 дәрежесі. Жердің радиусы 6400 километр. Бізде ХБЖ-да ұзындықтың негізгі өлшемділігі 6400 километр метрге айналдырсақ 64 көбейтілген мен айта саламыз дәрежелерді ұзақ сан. Радиус жер 6400 километр. Метрге айналдырсақ
3 0 var. Sonda 64 köbeytilgen 10'ның неше? 5 derecesi. Bize formada ne var? Kvadrat. Жақсы. Al. Kalkulator alacağımızda biz. Köybeteceğimizde. Bardaklarınızı köybet oturunuzlar. Nerede oturursunuz? Alt tarafı şeklini köybetesizler. Alt tarafı. Neşe bu? 40 bütün 40 bütün %52 köybetілген 10'ның minus 14 plus 24. Ama burada жүрür. Неше? 13. Өте жақсы. 64 квадратаймыз. 64 квадратымыз дейсіз. 4.96. Siz nasıl bir göreceksiniz? 4096 köybetілген 10'ның 10'ның 5 derecesi kvadratlasak 25 mi? 10 неге? Екі еселен етті. Дұрыс айтады. Молодец. Мынау жақсы жазатындағы 2 5-ке көбейтесіз. Дәреже осылай болады. 10'ның 10 derecesi. Бөліп жеріңіздер 40'қа бөлгені 496. Тез үстін астына. 0 бүтін 0,977 жазайық. 0 бүтін 0,977 көбейтілген 10'ның 13'ten 10 da zaten 3 derece. 3 dereceden kutluğunda şey sonra. 3 dereceden kutluğu. Neşi bu? Ötür kayda gidelim. Olaya gidelim mi? 3 derece, 3 derece. Kayda gidelim. Ötür mızarda etir. Olaya gidelim mi? Diye. 1, 2, 3. 9 bütün 77 Newton bölümü kilogram. Bunlar benimle bağlanan cebimden tutar mı? 9,8 келе ма? Жоқ бәлем жер бұнда біріндірші 9,8 көрдіңіздер ме? Сонда біз кез келген планетадағы еркін сүдерін анықтау үшін планетаның несі керек? Массасы керек. Одан кейін планетаның радиусы керек. Сонда екі планетаның екі мәнін білсек, гравитациясы белгілі. Кез келген айдағы жердің мәні неше кеткен керек? Айда болады 5 есе жердегіден аз болса. Сіздерге 7 сыныпта қалған жоқ па естеріңізде? Иә, 1,16 деп алсақ болады екен. Жақсы қалай. Формула түсінікті ме? Енді бізде келесі кезекте не бала қараңыздаршы, біздің бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты бүкіл әлемдік артық санын тұжырымдау және есепте шығаруды қолдану. Есеп шығару үшін біз формуланы түсіндік пе? Жақсы, енді жаңағыдай есеп шығаруға кетеміз. Практикалық тапсырма қараңызда бекітілді. Ал жақсы. Кез келген топқа осы 3 есеп. Бастап шығара беріңіз. Бастадан көріңіздер, мынада қарай берсеңіздер болады. Так, мұнда бағалап отырсыздар ма? Әрқайсыларыңыз ұмытпаңыздар. Біз кезең-кезеңмен бағалап отырсыздар. Тақтада есеп тұр, алдарыңыздағы да есеп осы. Тақтаға кім шығады? Сразу шыға беретін бала бар ма? Жақсы, кім қоңырау басты? Бар ма? Кім шығады кәне? Кімді оған шықсыншы? Бексіті мақсат кім? Шасты. Қателесі басып шыға беріңіздер. Бірінші есеп массалар берілген арақашықтыққа тартылыс күшін есептейді. Бүгінгі тақырыбымыз. Жақсы, сәрсенбай тақтаға. Сіздер топтарыңыз жаңа ауыз қосылмаларда жаз. Тақтаға шығыңыз. Қай есепке шығасыз? Бірінші есепке шығасыз, жақсы. Таңдау болмас сіздерде. Қалғанымыз орнымызда шығарып алады, тексердік. Әр қайсысының массасы дейді. Оны қалай жазамыз? M1, M2. Типкеге салып, қазір ең және дұрысы бар. Бар ма орнында шығарып болғандар?
Келесі, бірінші шотта жер формасы. 2-3 жер бөледі, тест тапқан. Кім шығады? Жаңа бізде белсені қатысып тұр. Қанқа, тақтаға. 2-3 жезеттің біреуін алып тақтаға шығыз. Тез. Мына жақта жаза бересіз. Кез келген біреу жаза аламыз, 2-3. Телефон қайғырды пайдалануға болады. Бізде қосымша есептеп тұрайық. Жақсы. Балалар, 1 тонналы килограмм айналған кезде онда дұрыс шығыстыр, е? Шарт болғанда бала, тез таптадамыздың, олар плюс болады. Таптадан бұрын шығарғанда плюс болады. 60-ны 13-ке бөлесіз. Неше болды? Дұрыс, енді 1-ден 6 азайтсақ, көбейтілген. Жарайды, түргейтін ала емес, мәлі жұмықтан ала береді. Нақтымай керек жоқ, көбейтілген оның минус 5 дәрежесі өлшемдерге отырады, жақсы. Есеп дұрыс па балалар, е? Көріңіздер. Демек біз қате шығардық па? Жақсы. Грамды килограммға, километр оны метрға, сантиметр метрға. Бірінші орнымызға шығайық. Сантиметр метр. Жарым метрде қанша сантиметр бар? Бір метрде қанша сантиметр? Siz nechінші шығардыңыз? Жақсы шығарды ол жаққа, тез. Тақтаға жүреміз. Балалар, осылай ертерек өздеріңіз сұрап шықсындар, балаларыңызға құрсы болады. Подсказка беріңіз ол. Тақтаға балалар өз шығарсы, екінші. Бізде масқа екі бер, 5-ті көйгетіп зойттан бізге неше? Аушы? 2 көйгетіп. Жақсы, ең? 66 бөлді? Неше? 6. Өлшемдерге? Мағына өлшемдер. Жидің өлшемдеріміз өзіміз айтылған жоқпыз. Қолғаны шығарып қой. Ньютон көйгетіп бет қойға. Yazılı
Üstünüzü düzeltmezseniz. İkincisi deney tanımı falan bizi. Bunlar жазып var, шыға береміз. Бізде массалар бірдей болғаннан кейін, бірден квадраттар жерде, n аймекке тең болғаннан кейін. R квадрат екен, жақсы. Жазып, жауап тегін сол жауап. Дұрыс. Олар, ағылеттің есебі дұрыс. Жақсы отырамыз. Барлығы ретімен дұрыс шығады. Енді олар, тақтаға жазалар. Тоқтап. Az taşlar arasında yapalım. Bize İles kapsına ұлттық құндылығымызға байланысты, яғни ұлттық құндылыққа біз бүгінгі бүкіл тартылсаң қалай кіргіземіз деген сұрақ. Енді қараңыздар, тапсырма. Құндылық және ұлттық салт дәстүрге байланысты тапсырма. Тақырыбы көкпар ойыны болады. Көкпар ойыны деген білесіздер. Қазақтың қандай ойыны? Ұлттық ойыны көкпар. Енді бізге тапсырма мынандай. Көкпар ойыны және тартылыс күші. Көкпар ойынында салмақ шамамен 30 кг серпені ат үстінде 4-5 жігіт тартады. Енді ауызша сұраққа жауап беріңіз. Серпенің салмағын есепте. Салмақ формасындай? Алжас. Неше салмағы? Ауызша. 300 ньютон. Қайдан шықты? 10 минут. 30-ға 10 көбейткеннен шықты. Келесі сұрақта бұл ойында бірлік пен ынтымақтың қалай маңызы бар? Бірлік дегеніміз не? Бірлік жайлы мақалдардан кімде? Бірлік болмай, бірлік болмас. Бірлік түбі жеңіс, береке деген сияқты. Тағы не қысқы? Ынтымақ деген нәрсе. Ынтымақ деген болады. Жұмылып, жұдырықтай жұмыс жасау. Яғни көкпар ойында бір командада 4-5 шабандоз болса, бірігіп жұмыс жасаса, олар ойында жеңілеміз. Келесі көкпар ойыны арқылы қандай құндылықтар насихатталады? Иә, жаңа айтқан бірлік, ынтымақ сынды әрекеттер. Келесі тапсырма бұл да ауызша. Зерттеу, яғни сіздер кіші зерттеу жобасын жасаймыз ауызша. Қараңыздаршы, тақырыбы жер мен айдағы салмақты салыстыру. Қаншаға тең? Бәрі ақпарат берілген. Жердегі салмақ 600, айдағы салмақ 96. Қанша есе аз екен? 5-6 есе аз. Яғни біздің жердегі салмағымыз 600 ньютон болса, айда 96 болады. Неліктен? Себебі әр ғаламшардағы еркін сөйлеудің мәні өте жақсы. Енді олар біздің бүгінгі сабағымызды түсіну мақсатында бір ойын ойнап жібереміз. Ашылар екен. Телефондарыңызды қосыңыздар болады. Телефондарыңызды қосып жіберейік. Маркер өтіңіздер, тез. Өттіңіздер ма? Тез. Өзіміздің ойлап жүрген күнделікті квиз ойыны. Қосыңыздар, тез қосыңыздар. Ана жерде пароль тұтады. Пароль ұстаттыңыз? Жанмелкерді дұрыс ашып деп жазды. Бала. Скрылса, Еркежан тағы. Басқа көмей тұрғанда бірге бұрындаймыз болады. Ал кеп, басқа
Бастаймыз ya балар. Al жақсы, керек басына беріңіздер. Тез-тез белгілеп жауап береміз, 2 минуттың ішінде. Bir minuttan keyin bolam, zaвершение жасаймыз. Tez. Tez басамыз bolam. Үлгергенше жауап берейік. Бұл бүгінгі сабағымыз бойынша екінші сұрақтар, Жақсы бала. Бірінші орында мақсат келе жатыр. Екінші орында бізде мұғалімдер де қатысып отыр екен міне сабаққа. Намері жақсы келді. Үңкәріне ішке шығып алды. Жаңа сіздер отырып қасыңыздағыңыз жекте жіберіңіз. Так, балалар, уақыт. Тез басыңыздар. Завершение жасай беріңіз. Үш сабақ ашы. 1, 2, ал. Тездетіңіздер, тездетіңіздер. Evet, orada. Rahat bizge жеткенде. Міне бала, орындар барыңыздар. Бірінші орында, мақсат екінші орында молодец. Үңкәр үшінші орында, өте жақсы. Жақсы бала. Бала, қараңыздаршы. Үйге тапсырма, үй тапсырмасын жазып алыңыздар, немесе түсіріп алыңыздар. Біздің үй тапсырмамыз сол 3 кезеңге бөлінген. Қараңыздар, тыңдап алыңыздар. Жер мен ай арасындағы тартылыс күшін есептейсіздер, слет тартылысты. Ол үшін бізге жер мен айдың массасы мен радиусы керек. Оны өздеріңіз табасыздар. Келесі кіші жоба гравитация ғарышта. Яғни квант-слайд түрінде презентация жасайсыздар. Үшінші гравитация және фантастикалық сөйлем. Қызықты ғой. Бұған сіздер жиып қолдансаңыздар болады. Енді бала, ер байласы беріп жіберіңіздер тез. Шығып ер байласынан беріп жіберіңіздер тез. Бірінші санат бойынша ер байласынан басылады беріңіздер. Енді астында сұрақтар беріп, шағыран шағыран. Бәрі ал жүрді жақсы, отыратыңыздар. Қайсыңыздар, бала, қайтадан басында, бала, Жақсы, отыратыңыздар. Бүгінгі сабаққа белсене қатысқандар, әлі де біздің толықтыратынымыз көп. Бүгінгі сабаққа белсене қатысқан мақсаты оңды, Жанел ұмытпай, Үңкәр біраз қобалжып қалды. Негізі Үңкәр есеп жақсы білесіздер, 8 ұпай, қалғандарыңызды білім класқа бағалайды. Жақсы қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.